Сәлеметсіздер ме, балалар? Жаратылыстану пәні 4-ші сынып. Жер және ғарыш бөлімі. Сабақ тақырыбы ғарышта не бар? Балалар, мына суретте не көріп тұрсыңдар? Берілген фотосуреттердің көмегімен галактиканы сипаттап көрейікші. Галактиканың ортасында не бар? Күн жүйесі ғаламшарлары неліктен өз орбитасынан шықпайды? Балалар, ғарыш кеңістігі мен жұлдыздар ғаламды құрайды. Жұлдыздар бұл кеңістікте ретсіз орналаспайды. Олар бірігіп галактиканы құрайды. Түнгі аспаннан көрінетін жұлдыздың бәрі біздің галактикамызға жатады. Оны құс жолы деп атайды. Жай көзбен қарағанда құс жолы ақшыл жолақ болып көрінеді. Ал егер дүрбін не телескоп арқылы қарасақ, мыңдаған жұлдызды көрер едік. Біздің галактикамыз шамамен 100 миллиард жұлдыздан, шаң тозаң мен газдардан, магниттік өрістен, ғарыш денелері мен ғарыш сәулелерінен тұрады. Оның пішіні дискіге ұқсайды. Біздің галактика басқа галактикалар сияқты ғарыш кеңістігінде айналып жүреді. Ол спираль тәрізді галактикаға жатады. Сырттай қарағанда ол айналып тұрған от шашуға ұқсайды. Балалар, есімізде сақтайық. Біздің галактикамыз құс жолы деп аталады. Балалар, сендер білесіңдер ме? Күн жүйесі де галактиканы айнала қозғалады. Толық айналу үшін шамамен 225-250 миллион жыл қажет. Бұл уақыт ғарыш жылы деп аталады. Балалар, енді оқулықпен жұмыс жасайық. Мекен-жай тапсырмасын орындайық. 7-ші беттегі мекен-жай тапсырмасы. Сен басқа ғаламшарлық тіршілік иесімен достастың делік. Ол саған қонаққа келетін болса, мекен-жайды қалай айтар едің? Ондағы негізгі атауларға түсінік беріп көр. Мысалы, ғалам, галактика. Біздің галактикамыз қалай аталады? Құс жолы деп. Демек, ғалам, құс жолы, жүйе. Біз қандай жүйеміз? Өте дұрыс, күн жүйесі. Әрі қарай біз қай ғаламшарда, қай материкте, қай мемлекетте, қай облыста, қай елді мекенде екенімізді осылай кезек бойынша сызықпен, кесте бойынша жазып шығайық дәптерімізге. Сонымен балалар, сабағымыз аяқталды. Білім шыны әдісі арқылы сабақты бүгін қандай деңгейде түсінгенімізді дәптер соңына жазып қояйық. Назарларыңызға рахмет.